жылы машинада отырған жас жұп орманға қарай бет алып Питер Квиллдің фундаментін құюға кетіп бара жатады. Орманның ішіне жеткенде жігіт бір тұқымды жерге еккенін және кейіннен о бәле бүкіл ғаламға тарайтынын айтады. Біле білсек, мына кісі жай ғана адам емес, Целестиал деп аталатын сұмдықтардың бірі. Егер оған толығырақ үңілетін болсақ, әуел баста Целестиал деген алып сұмдықтар болған екен. Олар алғашында қара материя дейміз бе, әйтеуір бір энергиядан туындап, бүкіл планеталардың, тіпті галактикалардың түзілуіне септігін тигізген екен. Солардың ішіндегі Эго дейтін Целестиал істеп жүрген тірлігінен жалығып, ғалам арасын қаңғырып, өмірдің мәнін іздеп, кездейсоқ планеталардан адам сияқты тірі жандарды кездестіреді. Нәтижесінде өзін сол тірі жандардың денесіне келтіріп, өз тұқымын гүл өткендей барлық планеталарға отырғызып шығады. Сол арқылы кейін өзі болған планеталарын терраформациялап, әлемді жауламақ ойға келеді. Бірақ сол тұқымды өсіру үшін жалғыз Эгоның энергиясы жетпейді. Осы сәтте Эгоның күні өзі сияқты тағы бір Целестиалға қарап қалады. Сол Целестиалын табу мақсатында Эго бүкіл планеталарды аралап, сол планетадағы халықпен етене байланысқа түсіп, ішіндегі өзі ғашық болған әйелдермен сағыз таластырып, көлденең байланысқа түсумен болған екен. Ал олардан туылған балаларын қасына серік қылу мақсатында соларды курьер Йондуға ұрлатқызып, қасына жеткізіп отырған. Алайда балалар Целестиалдың энергиясын бағындыра алмай, гендік деңгейде әкесіне тартпағандықтан Эго олардың барлығын өлтіріп отырған. Солайша 1980 жылы Эго жерден Мередитті тауып алып, онымен жабыса кеткені де содан. Алайда Эго Мередитті шынымен сүйіп, махаббаттың артынан қуып кетпес үшін баласын туып берген соң сүйіктісінің басына қатерлі ісік жіберіп, одан құтылуды көздейді. Ал өзі сол бала туылып болғанша басқа планеталарда Дон Жуандығын жалғастыру арқылы Мантис дейтін қыз тапқан. Бұл қыздың пайдалы жақтарын байқаған Эго түбінде Мантисті аяп оны тірі қалдырады. Мінекей Эго дейтін бір маньякпен танысып алдық. 1988 жылы әлгі Мередит қатерлі ісіктен өлім аузында жатып, қасына Эгодан туған Питер Квиллді шақырып алып, қолына сыйлығын ұстатады. Ақырында Мередит өліп тынады. Оған жаман болған Питер далаға қашып шығады. Сол сәтте оны аспаннан курьер Йонду келіп, Питерді кемесіне отырғызып ғарышқа ұшып кетеді. Алайда Эгоның қатыгездігін білген Йонду жарты жолда Питерді өзі бағып өсіріп, оны қарақшылыққа тәрбиелеумен болады. Сол кездерде Питер жаңа жыл мерекесін есіне түсіріп, шыршаны безендіріп, жерде осындай мейрамның бар екенін айтып, Йондуға сыйлық жасамақ болады. Сонда Йонду оған ашуланып, баланың нәзік фантазиясын менсінбей шыршаны бытшын шығарады. Кейіннен ашуы басылған соң, қоқыстан Питердің сыйлығын тауып алып, оған деген ойын өзгертіп, оны өз баласындай жақсы көріп, оған алғашқы бластерлерін сыйлайды. Сол уақыттардағы аспанға үңілетін болса, Сир деп аталатын жауыз революционер жануарларға тәжірибе жүргізіп, солардың 1000 жылдық эволюциясын 1 секундқа қысқартып, көзіне түскен енотты сынап, оған P13 дейтін нөмірлеу береді. Енот басқаларына қарағанда өте ақылды болады. Алайда басқа мақлұқтарға жүргізілген тәжірибенің барлығы сәтсіз аяқталғандықтан, Сир оларды өртеп тастаған екен. Оны байқаған енот өзіне ракета дейтін ат қойып алады да, Сирдің зертханасынан қашып кетеді. Кейіннен ол қасына Грут деп аталатын емендей қатты дос тауып алады. Бұл оқиғаның толық нұсқасын болашақ видеоларда айтатын боламын. Ал Дизель мырза, сіз оған не дейсіз? Мен Грутпын. Уй, молодец, қазақша тағы қандай сөздер білесің? Көтіңді қысшы! Содан мына жақта Танос жаулаушылықпен айналысып жүрген планеталарының бірінен Гамораны тауып алып, оны қызы етіп меншіктеп алады. Кейіннен оны өзінің тағы бір асыранды қызы Небуламен шайқастырып, Гамораны мықты сарбаз етіп шығарады. Байғұс Небуланы Гаморадан жеңілген сайын оны жартылай роботтандырылған андроидқа айналдырып отырған екен. Гамора сонда да бой бермей жеңіске жетуін тоқтатпаған. Сонда Небула қатты ашуланып, сол сәттен бастап Гамораға қарап қап-қара көзін аларта бастаған. Ал мына жақта Танос жасақтарының бірі, әрі Кри деп аталатын нәсілден шыққан Ронан есімді кейіпкер басшысына еліктеп өзінің жаулаушылығын қышыта бастайды. Сол әрекеттері салдарынан ол байқаусызда Дракстың жақындарын өлтіріп қояды. Оған ашуланған Дракс Ронанды іздеу мақсатында жолына тұрғандардың бәрін Джон Уик сияқты талқандап өткендіктен, оған Дракс талқандаушы деген атау берілген екен. Алайда Дракс галактикалық тәртіп сақшыларының қолына түсіп, Киллн деп аталатын ғарыштық түрмеде мерзімін өтеумен болады. Кейіннен Ронан Таносқа бағынудан бас тартып, Крилықтармен бірге бастайды. Біле білсек, Крилықтар Ксандарлық Новамен мыңдаған жылдар бойы шайқасып келеді. Ал бұл конфликттің салдарынан Ронан өз туыстарын жоғалтқан екен. Ал 90-шы жылдары үшкір құлақты Скрул деп аталатын нәсіл Ронанға қарсы сап түзей бастаған. Сондықтан Ронан Крилықтардың армиясын қолға алып, Ронан айыптаушы деген атағымен соларға генералдығын атқарған. Солай ол армиясына Капитан Марвелді қосып алып, оны Скрулдықтарға қарсы жаттықтырған. Алайда Капитан Марвел Скрулдықтардың шашбауын көтеріп, солардың қатарына сатылып, Ронанның өзін тізе бүктірген. Нәтижесінде Ронан сол сәтте жеңілгенін мойындаған. Кейіннен бұл жеңілісіне қанағаттанбаған Ронан барынша армиясын өткірлеп, Крилықтар үшін барлық нәрсеге барған. Кейіннен Крилықтар мен Нова империясы бейбітшілікке қол қояды. Оған риза болмаған Ронан соғыс өртін қайта жаққысы келіп Таноспен келісімге келеді. Танос, егер маған күш тасын әкеп берсең, мен Ксандарыңды бытшын шығарам деген шартын қояды да, қасына асыранды қыздары Гамора мен Небуланы ілестіріп жібереді. Сөйтіп 2014 жылға келемізде Марак планетасындағы күш тасы сақталатын сфераны көреміз. Оны алуға Ксандарлық брокер есімді сатып алушы Йонду қарақшыларын жұмсайды. Бірақ олардан бұрын өсіп кеткен Питер Квилл сфераны қолға түсірмекші болып,
мараққа жетіп келеді. Алайда Ронан жасақтары тас біздікі деп артефактқа таласады. Питер атаңның басы сенікі деп қолына тасты алып марақтан ұшып кетеді де, оны Ксандарға алып келеді. Оны біліп алған Ронан Гамораны Ксандарға жібереді. Ал Йонду Питердің пысықсынғанына ашуланып, жасақтарына қарап Питерді маған тірідей ұстап әкеңдер дейтін әуенін жырлай бастайды. Сол уақытта Ксандар планетасында Ракета мен Грут кімге тиісерлерін білмей іздеуде жүрген Питерді көріп қалады. Питер сфераны брокерге жеткізеді. Питер оны брокерге беріп тұрып, Ронан жасақтары кеп таласқанын айтқанда, брокердің көз шарасынан шығып кетіп, мәмлесінен бас тартып Питерді қуып шығады. Шығарда Питерге Гамора шабуыл жасап, сфераны тартып алмақ болады. Оларға Грут пен Ракета жағаласып, өздерінің миссиясын орындауға көшеді. Ақырында тәртіп сақшылары бұларды ұстап алып, Килн түрмесіне қамап тастайды. Осы жерден бастап тағдыр бұлардың бастарын біріктіре бастайды. Ал таныс болыңдар, Питер Квилл, немесе Жұлдызды Лорд. Жердің тумасы, жартылай адам, жартылай целестиал. Мүмкіндігі бластермен жақсы атады және қарақшылық миссияларды сәтті орындайды. Гамора, жартылай адам, жартылай киборг. Мүмкіндігі жекпе-жектің шебері, соққы салмағы 4 тонна және суық қарулардың құлағында ойнайды. Ракета, қару-жарақ немесе жарылғыш заттар жасаудың шебері. Мүмкіндігі жоғары интеллект. Грут, X планетасынан шыққан гуманоидты сирена голов ой. Гуманоидты өсімдік әрі ракетаның оққа қара. Мүмкіндігі оқ өткізбеу және созылғыштық. Айтатын сөзі тек 3 сөз. Ол менің атым Грут. Осылайша ақмақ тәртіп сақшылары кейіпкерлердің болмысына күліп тұрып, сфераның ішінде не жатқанын білмей, оған мән бермей, оны апарып қол жетімді жерге қоя салады. Содан кейіпкерлер түрмеде жүргенде Гамора сфераны сатып 4 миллиард юнит алатынын айтады. Гамора таныстың қызы екенін білетін басқа да қылмыскерлер оған тіс қайрап, көріп отырғандарындай оны жылы қарсы алмақ ойдан кетер емес. Кейіннен Ронанның кесірінен жақындарынан айырылған Дракс, кегін Гаморадан алу мақсатымен оны өлтірмекші болады. Осы сәтте араға Квилл жағаласып, Ронан сфераны іздеп өш жерге келеді. Сол кезде оны өлтіресің, аха? Деп әрең дегенде Драксты тынышталдырады. Содан ақша үшін сыйласқан достар барлығы бірігіп жатып, түрмеден қашу жоспарын құрады. Бірақ Грут барлығын бұзып қойғандықтан, аталмыш команда бірге күш біріктіріп жатып, қастарына Драксты ілестіріп алып түрмеден қашып шығады. Артынша сфераны қолға түсіріп, Целестиалдың шабылған басы, яғни ұмыт болғандар планетасына жол тартады. Бұл жерде бұрыннан меншіктеп алған Танилир Диван есімді ақбас өзінің тобын құру арқылы пайдалы қазбаларды өңдейтін және жоғалған артефакттарды сақтайтын базар вокзалға айналдырып жіберген екен. Енді ойлаңдар, Целестиалдың миы деген оңай нәрсе емес қой. Содан біздің топ Танилерге сфераны ұстатып, одан сыбағасын күтіп тұрады. Ол деген әне кетті домалап, міне кетті домалап дейтін қамажай әңгімесін бастап, тастың табиғатын түсіндіре бастайды. Біле білсек, бұл жерде күш тасынан бөлек эфир деп аталатын шындық тасы сақталуда. Ол туралы Тор хронологиясы дейтін видеомда айтқан болатынмын. Содан Танилердің айтуы бойынша, күш тасын тек Целестиалдар немесе соның тұқымын қуалаушы маньяктар ғана ұстай алады екен. Оны естіп алған Карина күш тасын жалаң қолымен ұстап, тиісті реакциясын қабылдайды. Нәтижесінде туындаған жарылыс сол төңіректің быт-шытын шығарады. Гамора оны сфераға салып, Нова корпусына апарып сақтауды ұсынады. Сол уақытта Дракс бойынан сабырын ұстай алмай, Ронанға геолокация местоположениясын жіберіп, жауын іздетіп қойып әуре қылмай осы жерге шақыра салады. Сөйтіп шақырылған қонақ жетіп келеді. Дракс онымен жекпе-жекке түседі. Бірақ Дракс Ронанның алдында бір осырып алады да, Пико палпиіне сүңгіп ұйықтай салады. Кейіннен оны Грут тауып алып, тынысын кеңейтіп береді. Гамора сферасын қойнына тығып алып, капсулаға отырып қашып кетеді. Киігін ішіне тартқан Небула оның артынан қуып, капсуласын жарып тастайды да, сфераны тартып алады. Өлім аузында қатқан Гамораны Питер келіп скафандрын кигізіп құтқарып алады. Алайда артта Питерді іздеп жүрген қарақшылар келіп, екеуін құтқарып қалу арқылы кемесіне кіргізеді. Мына жақта екі досының тұтқында екенін білген Грут олардың арттарынан барып құтқарып алуға Ракета мен Драксты көндіреді. Тастың перегарына мас болған Ронан өзін керемет санап танысты сата бастайды. Артынша Ксандарды тастың көмегімен жойғысы келетінін айтады. Кемеде Питер Квилл Йонду бастаған қарақшыларды көндіріп, Ронанның қолындағы тасты тартып алуға тойтарыс беруге шақырады. Ол аз десеңдер, Ксандардағы Новаға хабарласып, олармен күш біріктіріп, зұлымдықты жеңу идеясы тағы бар. Ендігі мақсат Ронанды Ксандардың бетіне жолатпай, өз кемесінде оны жойып, тасты тартып алу. Бір кезде Ронан қара астрасын айдап келіп, Ксандардың атмосферасынан көріне бастайды. Оны байқаған Нова және қарақшылар жасақтары мыңғырып келіп, Нова жасақтары бірігіп, тор құру арқылы оны әуеде ұстап тұруға көшеді. Ал Питер бастаған топ жауды іштен жою тактикасына кіріседі. Біздің топ барынша жауды төмен түсірмей, әуеде жарып тастаумен болады. Алайда Ронан тастың көмегімен қоршауды бұзып тастайды. Дер кезінде команда керек жерден табылып, Ронанға барынша кедергі жасауға тырысады. Ақырында Небула қашып құтылады. Ронан бір сәтке залалсызданады, ал кеме төмен қарай құлауын жалғастырады. Сонда Грут бұтақтарынан жұмсақ матрас жасап, кейіпкерлерді аман алып қалу арқылы өзі мерт болады. Кейіпкерлер есін жия бастағанда, кемеден Ронан шығып, Ксандарды жойғысы келетіні соншалық, балғаның басын барынша биік ұстап, планетаны тезірек жойып алмауға тырысады. Соны пайдаланып, Ракета дереу ататын қаруын жөнге келтіреді. Ал Квилл Ронанның көзін алдап, би өнерін паш етеді. Сөйтіп тұрғанда Ракета тасты атып, балғаны жарып тастайды. Сонда Питер тасты
жалаң қолымен тосып үлгереді. Питер жартылай целестиал болғандықтан ол бірден өліп қалмай, оның энергиясын қасындағылармен бөлісіп, нәтижесінде Ронанға қарап, "Біз галактика сақшыларымыз" дейді да, оны күл талқан қылады. Артынша Гамора күш тасын басқа сфераға тығып қояды. Bir кезде оны іздеп жүрген Йонду келіп сфераны сұрайды. Питер оның қолына білдіртпей басқа сфераны беріп мәз қылады. Ал күш тасы сақталған сфераны Нова корпусы қарамағына тапсырып, оған күшейтілген күзет енгізеді. Кейіннен офицер Дэй Квиллға алғыс ретінде оның Милана деп аталатын кемесін Эстоға апарып қалпына келтіріп береді. Әрі қарай ракета Груттың бұтағын топыраққа егіп, өзіне жаңа Грут өсіріп алады. Өткен оқиғалардан соң достар өздерін галактика сақшылары сезініп, жаңа миссияларға аттанады. Әсіресе Дракс Ронан жай ғана таныстың жіберіп отқан пешкасы екенін түсініп, таныстың өзін іздеп табу дейтін сылтауын айтып, миссиясын сериялай бастайды. Танелер жарылған мұражайында таныс дейтін қонақты күтіп, бетін Космо деп аталатын итке жалатып отырады. Әрі қарай Грут өсіп кетіп, ыдысқа сыймай қалады. Оны көрген дрондар орнына басқа өсімдік әкеп қояды. Грут өсіп тұрған орнын қызғанып, неше түрлі әдіспен өсімдікті құлатып тастауға тырысады. Бірақ одан түк шықпай, әурешілігінің барлығы өзіне кеп тиеді. Ақырында екеуі де еденге құлап, топырақтары шашылып қалады. Осы сәттен бастап Бөпе Грут тұсауын кесіп, алғашқы қадамдарын басады. Сыртқа шығып алған соң құрылыс жұмыстарын бастайды. Алайда оның үйіне басқа мақұлық жайғасып алады. Оны әуеден бір жыртқыш іліп әкеткенде соққан ұясы бұзылып қалады. Оған Грут 37 минут ашуланып алады да, аяғының астынан кішкентай бәлелерді байқап қалады. Артынша оған достық қолын созам деп, олардың көзіне Груттың амбалдай денесі бұларға бір алып денелі құбыжықтың шабуылы сияқты көрінеді. Bir кезде қаруланған майда әскер Грутқа оқ жаудыра бастайды. Грут қорыққаннан осырып қойып, жапырағын кішкентай империяға сыйлап жібереді. Оған риза болған шымалдар жасыл долларларын қалталарына салып, сыбағаларын алумен болады. Пайдасының тигенін байқап тыраштанған Грут оларға тағы бір бұтақ жапырақ әкеле жатып, байқамай оларды мыжып кетеді. Бірақ уайымдаудың қажеті жоқ, барлығы тірі қалады. Кейіннен Ксандардағы мынадай жағдайларға құлақ түрген Эго қалтасынан лупасын шығарып, оны ғарышқа тосып өзінің баласы Питер Квиллді іздей бастайды. Ал сол уақытта галактика сақшылары, яғни Питер, Гамора, Дракс, Ракета және Бөпе Грут егеменділер деп аталатын нәсілден шыққан алтын адамдардың анулаксты қуаттандыру көзін обелиск деп аталатын құбыжықтан қорғаумен айналысып жатады. Арасында Бөпе Грут аяққа тапталып, Квиллдің ұнататын әндерін қойып, шайқасқа тиісті саундтрек табумен әлек болады. Құбыжықтың терісі қалың болғандықтан оны жеңу қиынға соғады. Сонда Дракс оған әбет болып, іштен шыққан жау жаман деген мақалды естіп алғандай, оны іштен пышақтай бастайды. Гамора оның мойнындағы әлсіз жерін байқап, пышағын ала жүгіріп, тамағын жоғарыдан төмен қарай еткізіп сөгіп өтеді. Кейіннен галактика сақшылары жергілікті сарғалдақтар ханшайымы Аишамен жолығады. Ол алдында анулаксты батарея ұрлаумен айналысып жүрген ұры Небуланы ұстап алғанын хабарлап, оны өлтіріп жазаламақшы болып жатады. Гамора одан кешірім сұрап, Небуланы өзімен бірге алып кетеді. Кейіпкерлер кетіп бара жатқанда, қолы бір орында тұрмайтын Ракета аталмыш тойбастардан қабыл алып, бұл да Небуладан қалыспай қылмыскер атанады. Оны біліп алған Аиша жасақтарын саптап, оларды геймерлік креслоларына жайғастырып, галактика сақшыларына дрондармен шабуыл жасай бастайды. Bir кезде бұлардың кемелері астероид белдеуіне тап болып, транспорттарын істен шығарып алады. Ал арттан келе жатқан жаудың саны көбейеді демесең, азаяр түрі жоқ. Сонда жолдан бір жақсы кісі шығып қалып, қалған дрондардың быт-шытын шығарып кейіпкерлерді аман алып қалады. Ал галактика сақшылары басқаруға бағынбайтын кемелермен бейтаныс Берхард деп аталатын ғаламшарға тап болып, осы жерге келіп жұмсақ қонуға мәжбүр болады. Аман есен қонған соң кейіпкерлер сыртқа шығып, қолдарына домбыра алып, сенікі дұрыс, менікі дұрыс дейтін айтыстарын бастап кетеді. Сөйтіп тұрғанда, әлгі құтқарып қалған біреулер бұлардың арттарынан қонып, өздерін таныстыра бастайды. Мына кісі өзін Эго деп таныстырады да, Питер Квиллдің әкесі екенін айтып, біздің жағымызды салбыратады. Артынша Квиллдің шешесі өлген соң, осының артынан Йондуды өз жібергенін айтады. Эго, өмір бақи сені іздеп жүргенде тура алдыма келгенің қалай кетті? Дейтіндей әңгімесін айтып, соңында Квиллді және достарын үйіне ет асып қонақ болуға шақырады. Басында Питер бұған сеніңкіремей тұрады. Бірақ Гамора оны көндіріп, ақыр аяғында Квилл, Дракс, Гамора үшеуін қасына ертіп алып, сол жаққа аттанады. Ал Ракета мен Грут Небулаға күзетшілік етеді. Есесіне кемені қалыпқа келтірумен айналысып, осы жерде қала береді. Кемеде отырғанда екінші кейіпкердің есімі Мантис екенін біліп аламыз. Мантис кез келген тірі жанды ұйқыға жіберіп, тек қолмен ұстау арқылы оның эмоциясын бағындырып, өз есін өзгертіп жіберу арқылы гипнозбен трансқа түсіріп жібере алатын бір түрлі қыз. Алайда бұл фокусы Целестиал сияқты дәу көкелерге үлкен қиындықпен берілетіні тағы айтылады. Сол уақытта Йонду Удонто бастаған команда Контраксия дейтін ғаламшарда көңіл көтерумен болады. Мына жақтан басқа да қарақшылар көзге түсе кетеді. Кейіннен Йонду Стакар дейтін қарақшылардың басшысымен әңгімеге кеп қалады. Стакар Йондуды бала ұрлау ісімен айналысқаны үшін ел алдында жер қылып қарақшылықтан қуады. Оны естіп алып, басқа қарақшылар соңына дейін баратын Йондудың сөз жұтқанын байқап, оған ақырындап қарсы шыға бастайды. Bir кезде әлдеқандай салтанатты палас төсеу түрінде Аиша ханшайымы келіп қалады. Ол Йондуға өз ұсынысын айтып, маған галактика сақшыларын тауып берсең, саған көп ақша ұстатып кредиттеріңді жауып берем дейді. Кейін Йондудың жасақтары Берхардқа келіп, галактика сақшыларына аңшылығын орнатады. Алайда қару-жарақ құрастырудың шебері
Ракета оларға тұзақ құрып, жоғары төмен дейтін ойынын ойнайды. Алайда Йонду өзінің мықты жебесі арқылы енотты тоқтатып алады. Сол уақытта Небула өзін босату үшін Грутты көндіреді. Ал Йондудың ойы галактика сақшыларын өлтіру емес, тек бұлардың қолға түсірген батареяларын алып сатып жіберу екен. Сонда ойы арам Шокерфейс оған келіспей, сақшыларды өлтіруге қарсы болмайды. Араға босанып келген Небула жағаласып, байлаудан босанған Небула келіп, Йондудың айдарын бұзып тастайды. Біле білсек, осы айдар арқылы ол қалтасындағы жебесін бағындыратын етін. Енді бағындыра алмайтын болып қалды. Кейіннен құтырған қарақшылар Йондуды қамауға алады. Онымен қоса Грут пен Ракетаны да тиісті орындарына жайғастырады. Артынша Йондуды қолдаған қарақшыларды ашық ғарышқа шығарып өлтірумен болады. Бұл істің басшысы Шокерфейс екенін жариялана бергенде, Ракета шек сілесі қатып оның лақап атына күледі. Сонда Шокерфейс ашуланып енотты сыртқа лақтырмақшы болады. Небула осы жерден қоя сал дейтін тоқтатуын айтып, Йонду үшін крилықтар, ал Ракета үшін егеменділер өз сыбағаларын аямайтынын хабарлайды. Сосын Небула Краглиннен кеме сұрап, Гамораны тауып алып, оны өлтіру дейтін арам ойын қалтасына салады да ұшып кетеді. Тұтқында жатқан Йонду мен Ракета бөпе Грутты айдардың артынан жұмсайды. Бірақ ол әлі ақмақ болғандықтан боқтан өзгенің бәрін әкеліп қанын ішеді. Бір кезде Краглин қайтадан осылардың қатарына қош келіп, ізделінді нәрсесін Йондудың қолына ұстатады. Ол айдарын тағып алып, қолындағы сүйікті жебесін іске қосып, айналасындағы қарақшылардың бәрін әуеннің фонында тасталқан етіп, аспаннан өлген қарақшыларды жаңбырша жауғызады. Арасында камераға қарап тұрып, қалған жауларын қырып салумен айналысады. Соңында жебесін оттандырып, Шокерфейсті жарып тастайды. Бірақ Шокерфейс өлмей тұрып, галактика сақшыларының қайда екенін егеменді алтын адамдарға тоқылдап үлгереді. Квилл бастаған кейіпкерлер Эгоның Эго деп аталатын планетасына келіп жайғасады. Мантис қайта-қайта бір нәрсені жасырғансып қоя салады. Бұндай қылығын байқаған Гамора оны Квилл қайтып көруге тырысады. Бірақ Квилл оған құлақ аспайды. Сосын ол Ракетамен байланысқа шығып көреді. Ракета да оған жауап қатпайды. Бір кезде Гамора Эгоның бетпақдаласында келе жатқанда, оған кектенген Небула кенеттен шабуыл жасай бастайды. Гамора үңгірдің арасына қашып тығылады. Ұшағы быт-шыт шыққан Небула ыңғайсыз күйде қалады. Ал Гамора кемеден ажыраған оқ атқышты тауып алып, оған аямай оқ жаудырады да, болды ма, жының басылды ма деп Небуланы шығарып алады. Небула өмір бақи бір әкпеге мұқтаж болғанын айтып, Гамораны меңзейді. Алайда Таносқа бұдан тек барып кел, шауып келге жарайтын пайдалы әскер керек болғанын айтып, арамызға от жаққан Танос деп, екі арада өз жоқтың көз жоқ Таносты жамандап тастайды. Сөйтіп екі апалы сіңілі татуласып болған соң, үңгірдің ішін кезіп жүріп, Эгоның қырып салған балаларының сүйектерін байқайды. Біраздан кейін Гамора Мантисті пышаққа алып, шындықты білу арқылы, Эго сыртынан қонақжай болғанымен іштей қара ниетті албасты маньяк екенін түсінеді. Оған қоса Мантис әлгі сүйектер Эгоның балаларынан қалған археологиялық қазба екенін де хабарлайды. Ал мына жақта Эго соңғы үміті Квиллді тауып алғанына қуанып, оған барлығын айтып түсіндіреді. Сөйтіп Эго Питерді жынды қылып, оның бойынан энергия тапқызып, соны бағындыруды үйретеді. Соның арқасында керемет құдіреті мол күшке бөленіп, Питер өзін мәңгілік сезіне бастайды. Бірақ әңгіме арасында Эго Питердің шешесіне дертті өзі жібергенін мойындап, сөзден авария болады. Сонда Питер ашуланып, бластермен бірнеше рет атып, Эгоның денесін тесіп тастайды. Эго Питердің ұнататын актері, яғни Дэвид Хассельхофтың кейпіне келіп алады. Артынша Эго Квиллдің денесін пауэрбандқа айналдырып, өзінің көптен күткен зұлыми жоспарын жүзеге асыра бастайды. Сол арқылы Эго зұлымдығын қашықтан басқарып, басқа планеталардағы тірі жандарды жою арқылы терраформациялау ісіне көшеді. Оның ішінде жер де бар. Ойлаңдаршы, терраформация сәтті өтсе, кек алушылар да қырылып қалар еді. Маған сондай кино қызық болар еді негізі. Былай айтқанда, көкірегін қайқайтып жүрген кек алушылардың тағдыры дәл қазір Питер Квиллдің қолында болып тұр ғой. Бұны көрген Танос шетке ығысып, темекісін тартып тұрған шығар деп те сандырақтап аламыз. Содан кейіпкерлердің сүйікті ісі, яғни ұшақтарымен келіп зұлымның үстіне жалп еткізу әдісін жүзеге асырады. Бірінші фильмде дәл солай Ронанды тоқтатып еді, енді қазір сол әдісті Эгоға қайталайды. Солайша Эгоның құрған экспансиясын уақытша тоқтатып қояды. Кейіпкерлер ұшаққа мінгенде, Мантис, Эго әлі өлген жоқ. Оның денесі жай ғана мына ғаламшарлық мидың филиалы деген сүйіншісін айтады. Бір кезде Эго кемеге шабуыл жасайды. Осы сәтте ыңғайлы уақыт тапқан Йонду Эгоның ишақпас екенін біліп алған соң, кезінде Питерді соған апарып бермей, өз қол астына тәрбиелеп өсіргенін айтады. Әрі қарай кейіпкерлер планетаның ортасындағы миді жоюға оқталады. Ал Ракета оларға жол ашып берумен айналысады. Сол уақытта енді сендер жетпей тұр едіңдер дейтін алтын адамдар келіп, ізделінді галактика сақшыларына артық геморрой тауып береді. Жарылғыш заттарды құрастыру шебері Ракета осы сәтте бомба жасаумен әлек болады. Мантис та қарап тұрмай Эгоны ұйықтату әрекетін орындауға көшеді. Питер, Ракета және Грут Эгоның ядросына түсіп, бомба қоюмен айналысады. Алайда тесік кішкентай болғандықтан миға бомба орнату ісіне Грутты аттандырмақшы болады. Ештеңе түсінбейтін Грут мың шатасып жатып, әйтеуір соңында не істеу керек екенін түсініп алады. Сол уақытта Йонду отырған ұшаққа алтын адамдардың шабуылы жауа бастайды. Сонда Йонду мәсаған деп лазерлі шоу көрсетіп, бәрін қырып салады. Соның салдарынан
өздерінің ұшақтары да жарылып барлығы төмен түседі. Жарылыстың салдарынан ұшып келген тас Мантистің өзін ұйықтатып қояды. Сонда ұйқыдан оянған Эго кейіпкерлерге кезекті шабуылын орната бастайды. Йонду көмекке Краглинді шақырады. Әрі қарай әркім шамасы келгенше өз әдістерімен Эгодан қорғанады. Йонду ысқыру арқылы жебесін ала жүгіреді. Ракета сфералық қоршауына кіріп қорғанады. Дракс Мантисті қолына алып кемеге қарай бет алады. Бір кезде Эго қайтадан пауэрбэндін тауып алып, зұлымдығын қуаттандыру арқылы планеталардағы қауіптің екінші сериясын көрсете бастайды. Қалғандары Эгоның тамырланған құшағына еніп, көзі ағып жылаумен болады. Соңғы сәтте тастың астына көміліп бара жатқан Йонду өз ақылын айтып жатып Питердің жүрегін ашып береді. Оны тыңдаған Питер әкесіне қарсыласып шайқасты қолға ала бастайды. Соның арқасында достары қыспақтан ажырап қашпаққа салады. Ал планеталардағы экспансия қайтадан тоқтап қалып, кек алушыларға жаңа тыныс ашып береді. Грут Эгоның миына жетіп, бомбаны орнатып, оған 5 минуттық таймер орнатып кетеді. Барлығы кемеге келіп алады. Алайда тек Йонду ғана оралмай, Квиллді сырттай бақылап тұрады. Шайқас кезінде Эго: "Питер, мені өлтірсең күшіңнен айырылып, өлетін қарапайым адамдардың қатарынан табыласың. Сондықтан ойланып көр", деп Квиллға таңдау береді. Квилл көп ойланбастан біз сияқты атса өлетін, итерсе құлайтын қарапайым адам болғанына өкінбейтінін айтады. Кейіннен ми жарылып, Эго өліп тынады. Йонду Питерді алып шығады. Алайда скафандр біреу-ақ болғандықтан, Йонду оны Питерге кигізіп, "Сен менің ұлымсың" деген сөзді айтып үлгеріп, ғарышқа шыққанда аянышты түрде тына қалады. Кейіннен оны ғарыштық жерлеу кезінде басқа да қарақшылар ракета арқылы хабарды естіп алып, о жерге жетіп келеді де, Йондуды ерлік жасап қаза тапқанын біліп, салтанатты фейерверктерін жаға бастайды. Питер Йондудың жебесін Краглинге ұсынады. Ол қуана-қуана қабыл алады. Галактика сақшыларына тағы бір персонаж қосылады. Ол Мантис. Ал Небула Гаморамен қоштасып болған соң, Таныстың кегін қайтару мақсатымен ғарыш кезіп ұшып кетеді. Мына жақта Краглин жебені бағындырып үйрене бастайды. Бірақ бірінші мүмкіндігі Драксты жарақаттауға әкеп соғады. Йондудың өлімінен соң бүкіл қарақшылар бірігіп, басшы Стакардың тапсырмасын орындауға дайындалады. Бүкіл миссиясын құртып, талай дрондарды жоғалтқан Аиша өз жазасын алмақ болып жатады. Оған шешім тапқан Аиша галактика сақшыларының көзін құртатын жасанды интеллект, яғни Адам Уорлок дейтін кейіпкерді дүниеге алып келеді. Ол не тындырар екен деген сұрағымызды алдағы уақытқа сақтап қоямыз. Кейіннен Грут кеменің ішінде жүріп тықырлаған дыбысты естиді. Біле білсек, мына кеме Шокер Фейс бастаған қарақшылардың кемесінен ажырап қалған капсула болатын. Оны не үшін айтып отқанымды бірер минуттардан соң түсінесіңдер. Содан Грут кеменің ішін кезіп жүріп, қоймалжың бір тірі нәрсені кездестіреді. Ол Груттың пішінін көшіріп алып, "Менің атым Грут" деп екеуі бір есімге таласады. Түбінде екеуі ча-ча-ча билеп келе жатқанда, Грут оны шлюзға шығарып ғарышқа ұшырып жібереді де, "Менің атым Грут" деп биін әрі қарай жалғастырады. Кейіннен Грут белгісіз планетаға келіп, шалшық джакузи қабылдап отырып, оған шыбынның боғы сияқты түрлі қоспалар қосып джакузи қабылдайды. Нәтижесінде оның денесінде жапырақ өсіп, оның стилистикалық фантазиясын оятады. Грут неше түрлі образдарды ұсынып көреді, бірақ үстіндегі жапырақтар қайта-қайта сарғайып түсіп қала береді. Оған шешім таппаған Грут мұңайып отырғанда, бұтақтың үстінде отырған құс тұмсық тиін оған ішек сілесі қатып оны мазақтайды. Грут қарап тұрмай оның үстінен жүнін сыпырып алып өзіне шарып жаза болады. Одан кейін Грут өзінің бейнелеу өнерімен мақтанатын болады. Ол үшін оған қағаз, Дракстың сабыны, микросхема және ракетаның құйрығын келтіретін ракетаның құйрық жүні керек болады. Содан Грут іске кірісіп, оны кептіріп, соңында конфетимен жылтырату үшін жарылғыш затты іске қосады. Нәтижесінде кеме зардап шегеді. Оны уайымдаған Грут скотчтың көмегімен қалыпқа келтіруге тырысады. Артынша ракета кеп қалып оған ашулана бастайды. Сонда Грут оған суретін көрсетіп, ракетаның ашуын басады. Ал суреттің каля-малясына мән беретін болсақ, ол бірінші фильмдегі Груттың өз командасын аман алып қалған сценасына хаттама болып табылады. 2018 жылы галактика сақшылары Бенатар дейтін үшінші кемесін ауыстырғанын көрсетеді. Біле білсек, біріншісі Милана деп аталатын. Оны естеріңде болса, Бархард планетасына тастап, өздері қарақшылардың кемесімен ұшып кеткен еді. Бұл кеменің енді атын білмеймін. Бірақ бұны Грут жарып тастағандықтан, команда Бенатар дейтін кеме сатып алуға мәжбүр болған екен. Ал құттықтап қойайық та сюжетке оралайық. Кейіпкерлер ғарышты кезіп ұшып келе жатады. Байқап отсақ, Грут күрделі жасөспірімге айналып, геймерлік қабілеттері ояна бастайды. Квилл оны көрген сайын Йондуды түсініп, өзінің жас кезін есіне түсірумен болады. Ал мына жақта хулиган Танос Ксандарды жаулап, одан күш тасын және Тордың кемесін бытшын шығарып, Локидің кеңістік тасын тартып алып жатады. Біраздан кейін галактика сақшылары осы жерге кезігіп, Торды тауып алады. Оның тірі екенін байқаған команда Торды дереу ішке кіргізіп, онымен дұрыстап танысып алады. Тор мән-жайды айтып, "Танос біздің ортақ жауымыз" дегенге келтіреді. Сөйтіп, Недавилирда оны өлтіретін қару жасайтын цехтың бар екенін айтып, қасына Грут пен ракетаны ертіп алып сол жаққа аттанады. Кемеде Гамора Питерге қарап, "Амал жоқ жағдайда мені өлтіруге дайын бол" деп одан ант қабылдайды. Кейіннен Квилл, Гамора, Дракс және Мантис төртеуі жорамалдап, ұмыт болғандар планетасына Таносты іздеп келеді. Бұл жерде Танос Танилерді қыспақ сұрау арқылы шындық тасын иеленіп алғанын байқаймыз. Ол шындық тасының иллюзиясын пайдаланып, Дракс пен Мантисті туралған нан тілігіне ұқсатып, Гамора
Гамораны тұтқындайды. Сонда Питер ант бойынша қимай Гамораны атуға оқталады. Бір кезде Танос Квиллдің бластерін сабын көпіршіктеріне айналдырып Гамораны алып қашып кетеді. Мантис пен Дракс өз қалыптарына келеді. Танос өз кемесіне келгенде Гамораға ұстап алған Небуланы көрсетеді. Артынша оны қинау арқылы кезекті тасын, яғни рух тасының қайда екенін Гаморадан сұрап, оның Вармир планетасында сақталып жатқанын біліп алады. Мына жақта Ракета бұрынғы ұтыс тігу ойындарында бір қарақшының көзіне бәс тігіп, соны ұтып алған көзді Торға ұсынып, оның көзін түгендеп береді. Оның көзіне не болғанын Тор туралы видеомда айтқан болатынмын. Содан кейіпкерлер Недавилерға келіп, Таносты өлтіретін қару жасап алады. Грут оны балқыған күйінде ұстап алып, қаруға сап жасап береді. Небула тұтқыннан босап, Мантисқа хабарлама жібереді. Сол уақытта Квилл бастаған топ Титан планетасына келіп, темір адам, Доктор Стрэндж және өрмекші адаммен кездесіп, басында бір-бірін танымай мүмкіндіктерін сынап алады. Кейіннен ортақ жауы Танос екенін түсініп, барлығы бірігіп, оған қарсы шабуыл ұйымдастырады. Танос Вармирға келіп, Гамораны өлтіру арқылы рух тасын қолғабына салады да Титанына аттанады. Ол жақтан оны күтіп алған топ жылы қарсы алып, шабуылдарын орнатуға көшеді. Бір кезде кейіпкерлердің қатарына Небула да қосылады. Мантис өз күшін пайдаланып, Таносты уақытша ұйықтатып тастайды. Соны пайдаланған кейіпкерлер тез арада оның шексіздік қолғабын шешіп алуға тырысады. Бір кезде Танос транста тұрып Гамораны өлтіргенін тоқылдап қояды. Сонда Питер ақмақтық жасап, оны пәріп жіберіп, миссияның көтін жоғары қаратып тоңқайтады. Нәтижесінде Танос соңғы тасын іздеп қашып құтылады. Ал жерде Грут пен Ракета Тордың қасына ілесіп, Таностың жасақтарымен шайқасады. Арасында көрсе қызар Ракета Бакидің вибраниум қолына қызығып, оны да тартып алғысы келетін әзілін айтып үлгереді. Осы жерін естеріңе сақтап қойыңдар. Бір кезде Танос жерге келіп, соңғы тасын алмақ болады. Оған Ракета мен Грут барынша кедергі жасайды, бірақ одан түк шықпайды. Нәтижесінде Танос дегенін орындап, Грут, Дракс, Мантис, Квилл және басқаларын шаңға айналдырады. Кейіннен Небула темір адам екеуі ғарышта қалқаған бензині біткен Бенатарда қалады. Бірақ бұлардың бағына қарай жолдан Капитан Марвел шығып қалып, екеуін жерге алып келеді. Біраз уақыттардан соң Небула Таностың қайда екенін біліп, қасына кек алушыларды жинап алып, одан кек алуға аттанады. Танос тастарды жойып үлгергендіктен, осы сәтте шаңға айналғандарды қайтару мүмкін болмай қалады. Одан басқа амал жоқ. Кейіпкерлер не істейді енді? 5 жыл бойы 100 шелек толтырып жылаумен болады. Былай қарап отырсаңдар, Небула мен Ракета галактика сақшыларының ішіндегі жерде ең көп уақыт өткізген кейіпкерлер екен. Содан күндердің бірінде құмырсқадан пайда болып, кейіпкерлерге соңғы шанс тауып береді. Сол кезде Ракета ішкілікке салынып кеткен Торды орнынан тұрғызып, "Тірер қоймай жүр кеттік" деп оны кек алушылар базасына алып келеді. Сөйтіп Небула мен Ракета кек алушылармен бірге тастарды жинау мақсатында өткен жаққа аттанады. Небула 2014 жылғы маракта сақталатын күш тасын сол кездегі Питер Квиллдан бұрын алып, Роудстың қолына ұстатады. Ал сол уақытта Ракета Тормен бірге Джейн Фостердің артын аңдып, шындық тасын қолға түсірумен болады. Алайда 2014-тегілер осал емес болғандықтан, олар біздің Небуланың болашақтан келгенін біліп қойып, оны тұтқындап байлауда ұстаумен болады. Танос оның орнына ақыл кірмеген 2014-тің Небуласын жіберіп, кек алушылардың көзін алдай тұрады. Өзі барынша жасақ жинап, қалай болса да 2023-тегі кек алушылардың миссиясын бұзып, олардың қолына тастарды түсірмеуге тырысады. Мына жақта Ракета тастарды қолғапқа аман-есен орналастыруын қадағалайды. Арасында темір адам мен халықты бір қорқытып алады. Ал 2014 Небуласы арамысын жүзеге асырып, түймелерді түрту арқылы Таносқа жол ашумен болады. Сол уақытта біздің Небула Гамораның болашағын айтып, оны өзіне жақтастыра бастайды. Бір кезде Брюс шертеді, кейіпкерлер оралады, бла бла бла. Әрі қарай Небула 23, ақылы кірмеген Небула 14-ті атып тастайды. Сөйтіп Гамора 14-ті қасына алып, қайта оралғандардың қатарына қосылып, Таносқа қарсы шайқасады. Дракс әдеттегідей көзіне түскендерді пышақтайды. Мантис әдеттегідей көзіне түскендерді ұйықтатады. Шайқас барысында Квилл Гамора 14-тің қасына келіп, оны сағынғанын айтады. Түк түсінбеген Гамора оны бөтенсіп, оған ау арасы азаптауын сыйлап береді. Шайқас біткен соң галактика сақшылары Беллатарына отырып, жаңа миссияларына аттанады. Және сол арада Тор мен Квилл капитандыққа таласады. Нәтижесінде Тор кіші пейілділік көрсетіп, Квиллді бастық қылып қояды. Әрі қарай галактика сақшылары қайғырып отырған Торды жалғызсыратпай, оның қасында жүріп, жаулармен шайқасу арқылы галактика сақшылары және Тор дейтін команда құрады. Сөйтіп мына жақта Тордың өзінің жұмыстары шығып қалады. Сондықтан Питер Торға өз ақылын айтып, онымен Асгардша қоштасып, командасын жинап, өз шаруаларымен ұшып кетеді. Ол қандай шаруа десеңдер, Танос талғандаған ұмыт болғандар планетасын қалыпқа келтіріп, өздеріне жайлы етіп қала тұрғызу екен. Көріп отырғандарыңдай, енді бұл аймақ галактика сақшыларының базасы болып есептеледі. Кейіпкерлер Бенатарды колеса кейзетке салып сатып жіберген ба, білмеймін, әйтеуір орнына Боуи деп аталатын үлкенірек кемеге ауыстырып алады. Ал Бенатарға не болғанын маған айтпады, оны менен сұрамай-ақ қойсаңдар болады. Содан мына жақта алдыңғы фильмдерде жымың етіп көрінген ксролық Космо дейтін итті байқаймыз. Содан Космо өзінің телекинетикалық күшін пайдаланып, айналаны безендіруге көмектесіп жатады. Питер көшеде келе жатқанда жердің музыкалық аспаптарының кішкене жай қойшы.
осылайша Питер көшеде келе жатқанда жердің музыкалық аспаптарын танып біліп алған музыканттар Питерге жаңа жыл және Санта Клаус туралы ән шырқап тастайды. Өйткені жердің жыл санауымен осы сәт жаңа жыл уақытына келіп тұр екен. Содан әнші тексттің басын жақсы бастап келе жатады да, соңында Санта Клаусты мүлдем дұрыс сипаттамай оны жауыз қылып жібереді де, онсыз да Гаморадан айырылып күйзелісте жүрген Квиллдің көңіл күйін одан бетер түсіреді. Оны қылтимадан аңдыған Мантис Квиллдің көңілін көтеруді көздейді. Айтпақшы, Эго Квиллдің және Мантистің ортақ әкесі болғандықтан, Квилл Мантиспен ағайынды болып шығады. Бірақ бұл құпияны Мантис Квиллдан жасырып жүрген екен. Енді Мантис бауырына жаңа жылға қандай сыйлық сыйларын білмей тұрады. Сонда Дракс оған ой тастап, Квиллдің бұрын соңды айтып жүрген Кевин Бейкон есімді әншіні тірі күйінде Питерге сыйлау дейтін ойын айтып көреді. Өйткені Питер Квилл жердегі танымал тұлғалардың фанаты болғаны соншалық, кемелердің аттарын жердегі әншілердің есімдерімен атаған. Мысалы, Бенатарды Пэт Бенатардың есімі, ал Боуи кемесін Дэвид Боуидің есімімен аттастырып қойған дейтін қызықтардың куәсі боламыз. Келесіде тағы бір нәрсенің атын Бейкон деп қойса таңғалып жүрмеңдер деген әңгіме ғой. Содан Дракс пен Мантис Боуи кемесін оталдырып жерге келеді. Алайда Дракс кеменің көрінбейтін режимін өшіруді ұмытып кеткендіктен, түк көрмеген адамдар Боуиға қарап таңғала бастайды. Сөйтіп кейіпкерлер Голливудтың төріне жайғасады. Біраздан соң екеуі сол маңдағы даңқ аллеясына келіп, түрлі кейіпкерлерге косплей жасап жүрген фанаттарды көреді. Арасында Дракс трансформерді көріп бір ашуланып алады. Әрі қарай екеуі фанаттармен суретке түсіп ақша табумен айналысады. Кейін екеуі бір клубқа кіріп, бүкіл ақшаларын құртып көңіл көтереді. Біраздан соң тойып алған кейіпкерлер сыртқа шығып, Кевин Бейконның түрі қандай екенін білмейтінін айтып отырады. Сонда бір кісі оларға жұлдыздардың картасын көрсетіп, олардан төлем ақысын сұрайды. Мантис өз күшін пайдаланып картаны тегін алады. Кейіннен Мантис пен Дракс демалысына жайғасып жатқан Кевиннің үйін тауып келеді. Сөйтіп екеуі қоңырау қағады. Бірақ Кевин ашпай қояды. Сонда кейіпкерлер дарбазадан секіріп, аулаға өтіп, алдында тұрған ойыншықтарға көздері түседі. Бір кезде Гарри мен Марвқа ұқсаған кейіпкерлер Кевинді тұтқындау операциясына кіріседі. Бірақ Кевин Бейкон, Кевин МакКаллистер сияқты тұзақ құра алмайтын болғандықтан, қолынан келгенше полиция шақырып қашпаққа салады. Ал екеуі тынбай оның артынан қуумен болады. Жарт жолда Дракс алған сувенирін тастап кетеді. Әрі қарай екеуі Кевиннің алдынан шығады да, Мантис өз күшін пайдаланып оны көмбіс тентекке айналдырып қояды. Артынша кемеге жаңа жыл безендірулерін жүктеп алып, Кевин Бейконнан сұхбат алады. Сөйтсе бұл Питердің айтып жүрген қаһармандарын сомдайтын жай ғана актер болып шығады. Оған риза болмаған Мантис пен Дракстың көңілдері су сепкендей басылады. Біраздан кейін Питер қайғыруына басып отырғанда, Грут ақырын оны алаңға шығарып сюрприздерін көрсете бастайды. Грут оған Кевин Бейконды қорапқа салып алып келеді. Алайда ол сыйлықтың кісі тонау дейтін қылмыстық жолмен келгеніне риза болмаған Питер Мантисқа қарап, оны өзіне келтіртіп, Краглинге оны қайтадан жерге апарып тастауын бұйырады. Айтпақшы, Груттың денесі өсіп кеткенін айттың ба, айтпадың ба? Айтпаппын. Жарайды. Содан Краглин Кевинді кемеге алып келіп, Питердің оған қаншалықты фанаты болғанын айтып түсіндіреді. Тіпті Питер Кевиннің би арқылы жерді құтқарған киносында келтірген биін қағып алып, соны Ронанға қарсы қолданып галактиканы құтқарып нағыз қаһарман болғанын айтып түсіндіреді. Оның бәріне сен себепкерсің деп Кевинді мәз қылады. Кевин ойын өзгертіп, кетер аяғында Питер Квиллді қуантып, жаңа жылдық атмосферасын беріп ән айтып кетуге қарсы болмайды. Содан ән шырқау кезінде кейіпкерлер бір-біріне сыйлықтарын сыйлай бастайды. Не болар, ракетаға Бакидің вибраниум қолын сыйлайды. Грут барлығына жалпақ тілде дейтін пластилинді оқиғалар моделін сыйлап шығады. Арасында Небуланың минус FPS деп аталатын биін тамашалап аламыз. Біраздан соң барлығы Кевинді шығарып салады. Мантис Квиллға жасырып жүрген құпиясын айтып, ағайындылар бір-бірімен қош көріседі. Ракета мен Космо Грутты шыршаға айналдырып, оны безендірумен болады. Осылайша мерекелік ха-ха-ха хи-хи-хи мен кейіпкерлер бір демалып алып, келесі шешуші шайқасқа дайындалатын болады. Оны енді достар жазда шығатын видеоларымның бірінде айта жатармын.